Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге блог бастаудағы қорқыныштарды қалай жеңеміз деген тақырыпта әңгімелескім келіп тұр. Неге мен бұл тақырыпты таңдап алдым? Себебі мен осы блог жүргізіп жүргеніме, осы салада жұмыс жасап жүргеніме 3 жылдан асыпты. Және қазіргі уақытта менен өте көп адамдар сұрап жатады: Айнұр, мен осы блог жүргізгім келеді, инстаграмды бастағым келеді, бірақ мен туралы ел жұрт не ойлап қалады? Немесе қазір уже барлығы дамып кеткен, күшті болып кеткен, мен уже қалып қалған сияқтымын деген секілді миында өзінің бір шектеулерді қойып алып, өзіне осылай бастағысы келсе де рамкалармен жүріп жатады. Ең бірінші осы жерде мен айтқым келетін нәрсе: инстаграм өшіп қалды ма деген тақырыпты айтқым келеді. Яғни инстаграм ол ақшаны реклама арқылы тауып жатыр. Біз әр адамның сторисін көріп бітірген кезде бізде байқасаңыздар неше түрлі рекламалар шығып тұрады таргеттен, иә. Ол ешқашан да тоқтамайды. Және де инстаграм осылай ақшаны рекламадан тауып жатқандықтан ол ешқашан бір күн алып инстаграмды өшіріп тастамайды. Тек қана өзіне өзгертулер енгізіп, жаңалықтар енгізе береді. Және жаңадан шыққан аккаунттарға, жаңадан шыққан блогерларға өзінің аккаунтын продвигать етуге, видеоларын ретке шығаруға инстаграм көмектесетін болады. Және осы тұста айта кететін нәрсе: инстаграммен партнер болып жұмыс жасау керек. Яғни инстаграм ол ақшаны рекламадан тауып отқандықтан, оның мақсаты адамдарды өзінің әлеуметтік желісінде ұзағырақ уақыт отырғызу керек, иә. Ал егер біз күнделікті блог жүргізетін болсақ, күнделікті түрлі рилстар салатын болсақ, түрлі қызықты контенттер салатын болсақ, инстаграм ойлайды: мына адам маған керек адамдардың вниманиясын ұзағырақ ұстап жатыр, маған керек адамдардың, менің рекламамды көретін адамдардың инстаграмда отыруына, ұзағырақ отыруына маған көмегін тигізіп жатыр. Демек, мен бұл экспертке, бұл блогерға өзімнің көмегімді тигізуім керек деп ойлайды да, сіздің видеоңызды ретке шығара бастайды, сіздің охватыңызды көтере бастайды. Сол себепті инстаграм ол ешқашан өшіп қалады деп мен ойламаймын. Ол тек қана күннен күнге дамып жатыр, өсіп жатыр. Және қазіргі уақыт инстаграмға кіріп алуға, блог бастауға, жүргізіп кетуге ең қолайлы уақыттың бірі. Блогты не үшін бастау керек? Жалпы, егер де сіз қазіргі уақытта өзіңіздің бір қандай да бизнесіңіз болатын болса, өзіңіз немесе инстаграмды жеке бренд тұлға ретінде жүргізгіңіз келсе, либо қандай да бір бизнесі бар адамдарға, инстаграмды жүргізіп жүрген адамдарға өзіңіздің көмегіңізді тигізіп, олардың парақшасын, бизнесін дамытуға көмектескіңіз келсе, онда сіз уже блог туралы, инстаграм туралы білім алуыңыз керек. Және қазіргі уақытта білесіз, иә, барлық нәрсе біз инстаграмнан заказ бере саламыз, онлайн нәрсе күннен күнге дамып жатыр. Сол себепті блогты не үшін бастауым керек деген сұрақ тіпті болмау керек деп ойлаймын. Егер де сіз осы видеоны көріп отырған болсаңыз, онда мен ойлаймын, сіз жан-жақта ізденіп жүрген, блог бастағыңыз келіп жүрген, бірақ миыңызда қандай да бір қорқыныштар, немесе басқа бір адамнан подтверждение алғыңыз келіп жүрген адам болуыңыз мүмкін. Және мен сізге өте қатты қуаныштымын. Осындай даму жолында жүрген адам болсаңыз, мен сізге көмектесе аламын. Неге? Өйткені мен өзім бағана айтып кеткендей, осы салада 3 жылдан артық жүрмін. Түрлі салалармен жұмыс жасап көрдім. Осы өзімнің қазіргі уақытта блогым арқылы ақша тауып жатырмын. Менде де негізінде 3 жыл болса да, әлі жаңадан бір контент ойлап тапқан кезде, жаңа бір контентті форматты анализировать ету мақсатында инстаграмға жаңа контент салсам, менде бір қорқыныштар болады. Мен оны жасырмаймын. Өйткені мен айтқым келеді, қорқу деген ол бояться это нормально дейді ғой. Яғни қорқу өте жақсы, өте нормально. Яғни ол біздің бойымызда бар, біздің бойымызға сіңірілген, ол уже бір сезім. Бізде ешқашан мынандай нәрсе болмайды: мен бірінші қорқынышымды жеңіп алайын, мен бірінші қорқынышымды алып тастайын, содан кейін ғана барып мен жасаймын, содан кейін ғана барып мен блогымды бастаймын деген нәрсе болмайды. Неге? Өйткені біз оны ешқашан жеңіп ала алмаймыз, біз оны ешқашан бойымыздан алып тастай алмаймыз. Біз үнемі бойымызда әртүрлі бір сезімдерді сезініп жүреміз, иә. Біз не істейміз? Біз тек қана қорқамыз, қорыққанымызды қабылдаймыз және барып әрекет жасаймыз. Бірақ та кейбір кезде біздің қорқыныштарымыз, ішіміздегі тревожный состояниеміз бізді әрекет жасатпауы әбден мүмкін. Сондай кезде менің өзімнің қолданатын қандай да бір техникаларым бар. Мен сіздермен сол техникалармен бөліскім келіп тұр. Мысалға, менде де жаңа бір контент жасайтын кезде, жаңадан бір проектпен жұмыс жасайтын кезде, немесе мүлдем бір өмірімде жаңа бір нәрсе болатын кезде, менде қорқыныш деген сезім бойымда болады. Және бүгін мен ютубқа да осы форматта алғаш рет түсіріп отырмын. Дәл қазір ешқандай қиындатпай,
осы Атакентке келдім, өзім үшін ыңғайлы, тап-таза, тып-тыныш жерді тауып алдым да, өзімнің телефонымды осылай қойдым, артына кішкентай айнаны жапсырып қойдым, өзімді осылай қойып түсіріп жатырмын. Және де осы видеоны түсірмес бұрын мен өзім не істедім? Өзімнің бойымда тұрған барлық ойымды осы блокнотқа жазып түсіріп алдым. Яғни біздің миымыз ол фильтр жасай алмайды. Ол барлық көрген ақпаратты жинай береді, барлық көрген адамның сторисындағы форматты, өтірік, керек емес, негативный информациялардың барлығын жинай береді. Яғни біз өзіміздің миымызға фильтр қоя алуымыз керек. Тіпті Инстаграмда 1045 адамға жазылған болсақ та, сол адамдардың барлығынан отписка жасап, тек сізге пайда беретін, тек сізді өсіретін, сізге мотивация беретін деген секілді 50-60 шақты адамды қалдырып қойсаңыз жеткілікті. Себебі сіз күніне 100 адамның, 200 адамның, 300 адамның сторисін көрсеңіз, сіздің миыңыз оны фильтр жасамағандықтан, барлық мусорды жинай бергендіктен, сол информацияның барлығын осылай басына жинап алады да. Ал біз жаңа бір нәрсе бастағымыз келсе, жаңа бір нәрсе, яғни блог бастағымыз келетін болса, біздің миымызда артық информация өте көп болса, мусор өте көп болса, біз негізі әрекет жасай алмаймыз. Себебі жаңағы басымыздағы, миымыздағы бүкіл мусор біздің энергиямызды ұстап тұрады. Сол себепті менің де өмірімде қандай да бір хаос болып кетсе, өмірімде проекттерімде жұмыс көп, өзімнің инстаграмымда жасалатын жұмыс көп, үйімнің шаруасы бар деген секілді барлық жұмыстарым толып кеткен кезде, мен ол информацияның барлығын миымда ешқашан ұстамаймын. Яғни бұл техниканы мен ми босату техникасы деймін. Мүмкін мен телефоныма жазармын, заметкиді ашып, мүмкін мен осылай блокнотқа жазамын. Ми босату деймін де, өзімнің ойымдағы барлық қазір ойымда қайталанып жатқан ойлардың барлығын блокнотқа немесе заметкеға түсіріп аламын. Ол не үшін көмектеседі? Менің миымның босауына көмектеседі. Миым ашып кетті дейміз ғой, сол миымыз ашып кеткен нәрсе, ол негізінде осы миымызда артық информация мен мусордың көп болғанынан болады. Әр мелочқа дейін, әр детальға дейін жазып тастасаңыз болады. Яғни ана кісіге WhatsApp-тан сообщение жазу, мына кісіге ответ беру деген секілді мелочь дүниелер болса да, оның барлығын жазып, миыңыздағы бүкіл мусорды шығарып тастаңыз. Екінші, бүкіл миыңыздағы мусорды шығарып тастағаннан кейін миыңыз кәдімгідей жеңілдеп қалады. Одан кейін барып, мен не істеймін? Бүгінгі күнде жасауым керек пландарымды жазамын. Яғни сторис салуым керек. Менде қазір марафонға дайындық жүріп жатыр. Марафонның прогревінің сценарийін ойлап табуым керек. Одан кейін ютубқа осындай бір видеоны түсіруім керек деген секілді. Бүгінгі міндетті түрде ол нәрселерге галочка қойылу керек пландарымды мен осылай жазып аламын. Одан кейін миым босағаннан кейін, пландарымды жазып алғаннан кейін, менің миым бос болғаннан кейін, ол жерде қандай да бір әрекет жасауға, алдыға қарай жылжуға менде мотивация мен энергия өзімен өзі пайда болады. Біз көбінесе айтамыз ғой, менде мотивация жоқ, менде энергия жоқ деп. Неге ол ондай состояние бізде болады? Себебі біздің миымызда мусор көп. Сол мусордан арыламыз. Одан кейін мусордан арылдық, планымызды жаздық, одан кейін уже әрекетке қарай көшеміз. Блог бастағысы келетін кез келген адамда осындай бір возражениялар пайда болады. Яғни мен қазір инстаграмды жүргізейін десем, менің квартирам инстаграмды емес, менің студияға ақшам жоқ, менің телефоным айфон емес деген секілді түрлі бір тағы да бізді ұстап тұратын ойларымыз бар. Негізінде мен осы бір нәрсені ұстанамын, қиындатпау керек деген. Осы бір ой келді маған, ютубқа осындай видеоны бөліскім келді. Мен егер қиындататын болсам, студияға баруым керек, образ таңдауым керек, оның сценарийін жазуым керек деп қатты қиындататын болсам, бұл видео менде бәлкім әлі шықпайтын ба еді. Сол себепті мен қиындатпаңыздар деп айтқым келеді. Ең алдымен жаңағы мен айтқан 2 тапсырманы жасаңыз. Үшінші, конкуренттерді анализ жасап бастаңыз. Яғни блог жүргізудегі ең үлкен навыктың бірі ол анализ жасай алу қабілеті. Егер сіз елдің сторисін, контентін, барлық жасап жатқан ел не істеп байып жатыр өзі, ел қалай ақша тауып жатыр өзі деген сұрақтарға анализ жасай алатын болсаңыз, онда сіз оларды өзіңізге жақсы адаптировать ете алатын боласыз. Сол себепті қазірден бастап қиындатпай, просто алып өзіңіздің ойыңызда бар 1-2 видеоны болсын, идеяны болсын түсіріп әрекетке көшіп бастаңыз. Және сіз
сіз түсіріп бастаған кезде, сізде өміріңізде практика пайда болған кезде сізге барлығы жеңілдей түседі. Және де жаңа айтып кеттім ғой, анализ жасай алу қабілеті деп. Егер сіз осы қалай анализ жасау керек, анализ жасай алу қабілеті менде әлі де дамымаған, мен оны әлі қалай жасау керек екенін білмеймін дейтін болсаңыз, мен осы жақын арада 2 күндік марафон жасайын деп жатырмын. Ол марафонның бағасы бар жоғы 5000 теңге. Яғни ол жерде мен осылай қорқыныштарды қалай жеңеміз, қандай инстаграмға контент салып бастау керек, қалай біз стористарды сатылым әкелетіндей қылып жүргізуіміз керек деген сияқты тақырыптарды алып, 2 күндік эфирде мен толықтай осы өзімнің қолданатын жұмыс жасайтын инструменттерімен бөліскім келеді. Сол марафонға қатысыңыз. Ол марафонға қатысу үшін осы төменге қазір мен WhatsApp номерімді тасып кесемін, сол жаққа жазсаңыз болады. Енді бүгінгі видеоны қорытындылайтын болсақ, блог бастаудағы қорқыныштарды біз қалай жеңеміз? Біз тек қана әрекет жасаумен жеңеміз. Яғни әрекет жасай алмай жатқан болсаңыз, демек сіз өзіңіздің энергияңызбен миыңыздағы хаосты реттеп алуыңыз керек. Ал егер осы нәрселерді реттеп алсаңыз, енді маған анализ жасауды үйрену керек, маған қандай контентті бастау керек екенін мен білмеймін, соны мен білгім келеді десеңіз, мен сізді осы 2 күндік 5000 теңге тұратын марафонға шақырамын. Сол марафонға келіңіз, мен сізді күтетін боламын, және сол марафоннан кейін сіздің блогыңызды бастап кететініңізге мен сенімдімін. Осы видеоны көріп, уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін мен сіздерге рахмет айтамын. Алдағы уақытта сіздерге қандай тақырыпта видеолар керек, қандай тақырып сіздерге қызықты болатын еді, комментарийға жаза кетіңіздер. Мен әртүрлі форматта осылай түрлі видеоларды шығаруға тырысатын боламын. Рахмет.